Ассалаумағалейкум, құрметті брифинг қатысушылары. Бүгінгі сіздер менен бірге өтілетін темамыз білімдендіру системасына арналған болады. Мемлекетімізде білімдендіру системасын және де раважландыру бұл мемлекет саясат дәрежесіне алып шығарылған. Себебі әрқандай жәмиет һәм мемлекеттің раважлануында тикарғы рөлді атқаратығын бұл білімдендіру системасы болып табылады. Сол себептен де мемлекетіміз президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев тарапынан білімдендіруге айрықша мемлекеттік саясат дәрежесінде қаралып, біз педагогтардың алдына үлкен вазифалар қойылмақта. Бұл вазифалардың мазмұны тикарның білімдендіру системасын жоғары сыфат һәм нәтижелілік басқышына алып шығу болып табылады. Бұл бағдарда бір қатар нормативтік құқықтық құжаттар шығарылған болып, атап айтқанда 231 салы президент қарары педагогтардың үздіксіз кәсіптік раважландыруын жетілдірудің жаңа ісілажлары туғысында болып табылады. Міне осы қарар тикарында педагогикалық шеберлік орайлары қызметкерлерін сырт елдерде қанегелік арттыруын тәминлеу вазифасы қойылған еді. Міне осы вазифаны орындалуын тәминлеу мақсатында Абдулла Аблани атындағы педагогикалық шеберлік милли институты тарапынан Францияның белгілі франкофония оқу орайы ортасында түзілген меморандум тикарында Өзбекстанның барлық уәлаятларынан жиналған 50 профессор оқытушылардың Францияның Ницца қаласында қанегелік арттыру курсларынан өтуі тәминленді. Міне осы қанегелік арттыру курсларына Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайынан 2 адам қатынастық. Бұл педагогикалық орай директорының кәсіптік раважлануы һәм кәсіптік раважлану істері бойынша директор орынбасары Баймұрат Ізтілеуов һәм социал-экономикалық пәндер кафедрасы басшылығы Раваж Бауетдиновлар. Қанегелік арттыру курсында жаһандегі ең раважланған мемлекеттерде өзінің жоғары нәтижелерімен танылған инновациялар хақында, класты басқару, оқушылардың диққатын қарату, олардың сабаққа қызығушылығын ояту бойынша ең алдыңғы методлар һәм технологиялар бойынша мағлұматлар берілді. Сонымен бірге бүгінгі күнде білімдендіру системасына кең түрде кіріп келіп отырған жасалма интеллекттің пәнменен бірге интеграцияласу мәселелері айрықша атап өтілді. Міне бұл қанегелік арттыру курсларынан алған білімдерімізді біз республикамызға келіп, республиканың түрлі районларынан келген пән оқытушыларының үшін курслар давамында оқыту атырмыз һәм ойлаймыз ки, осы жаңа үйреніп келген методларымыз һәм ұсуларымыз біздерде де со білімдендіру системасында бір жаңа өзгешеліктерге, жаңаша бір жаңалықтарға алып келеді деп сенеміз. Бұндан тысқары педагогикалық шеберлік орайымыздан 6 профессор оқытушы Әзербайжан мемлекетінің Баку қаласында қанегелік арттыру курсларында болды. Бұл жерде де көбінше инклюзив тәлімді оқыту бағдарында жүр көптеген халықаралық жаңалықтармен танысып қайтты һәм бүгінгі күнде сол оқу процесінде өздерінің сабақтарында қолдап курс тыңдаушыларына бұл жаңа мағлұматларды жеткізіп бермекте. Диққатларыңыз үшін рахмет.